Инвестициялау дегенді бастаған кезде достарымның көбі бұған күмәнмен қараған болатын. Олар мұның қиын және қауіпті екенін, ешқандай пайда әкелмейтінін айтқан еді. Бірақ мен жеткен көрсеткіштер бұл пікірлерді жоққа шығарды. Осыған байланысты бүгін мен сіздерге қаржы биржасы туралы кең тараған мифтерді айтып берейін. Ал сіз біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Бұл сан инвестициялары. Сіздермен бірге Расыл Миразбек, ал кеттік. Түрлі себептерге байланысты қор нарығы туралы жалған пікірлер көп. Кинематограф пен әдебиетте брокерлер күдікті адамдар ретінде немесе алаяқтыққа қатысы бар адамдар ретінде көрсетіледі. Сначала впихнем им Disney, AT&T, IBM и прочие козырные акции. Бренды, которые им знакомы. Как только прикормятся, спускаем лавину дерьма. Весь этот хлам, дешевые акции, все, что приносит нам бабло, с комиссией в 50%. Соған байланысты оларға әлі күнге дейін күдікпен қарайды. Оған қоса биржа терминдері мен ондағы операциялар күрделі болып көрінуі де мүмкін. Бірақ егер логикалық тұрғыдан ойласаңыз және стереотиптер бойынша жүрмесеңіз, онда бұл мифтер тек болжамдардан пайда болғанын түсінуге болады. Бірінші миф. Биржа бұл казино. Көбі қор биржаларындағы сауданы құмар ойындармен салыстырады және биржада жетістік тек сәттілікке байланысты деп санайды. Бірақ инвестициялаудағы ең маңызды нәрсе бұл стратегия. Тиісті стратегияны анықтау үшін инвестицияның мақсаты не екенін түсіну керек. Сізді қандай нарықтар қызықтыратындығын, қандай табысқа жеткіңіз келеді және қандай тәуекелдерге дайын екендігіңізді анықтау қажет. Таныстарыңыздан инвестициялардың казинодан айырмашылығы жоқ. Сондықтан мен тәуекелге барғым келмейді және барлық ақшамды жоғалтқым келмейді дегенді естіген боларсыз. Құмар ойындардан түсетін пайда бұл тек сәйкестік, ал биржадағы саудадан түсетін табыс көптеген факторларға байланысты. Таңдалған құралдар, активтердің құрамы, инвестициялық стратегия, қор нарығының тенденциялары мен әлемдік экономиканың жағдайы. Яғни табысты болжауға болады, ал кейбір жағдайларда дәл есептеуге болады. Сондықтан егер келесі жолы біреу сізді осындай дәлелмен сендіруге тырысса, сіз жауап ретінде не айту керегін білетін боласыз. Екінші миф. Менің ақшам брокердің бақылауында болады. Мен көбінің өз ақшаларын фирмалар мен кеңесшілерге сеніп тапсыра алмайтынын түсінемін. Мұны бәрі жаңалықтардың, қаржы пирамидалардың және туысқандардың арқасында қалыптасқан стереотип екенін мойындайтын кез келген сияқты. Заң брокерлердің қызметін қатаң реттейді және онда заң бұзған адам қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұдан әрі брокерлер ешқандай пайда көрмейді. Айта кетейік, брокерлік компаниялардың рейтингі мен лицензиясы ұлттық банкінің сайтынан көруге болады. Брокердің сенімділігі және оның жұмысының заңдылығы лицензияның болуымен расталады. Онсыз брокердің қор нарығына операциялар жасауға құқығы жоқ. Ешбір брокер сіздің рұқсатынсыз операцияларды жүзеге асыра алмайды. Ал сіз дәлдал брокерсіз, биржада сауда жасай алмайсыз. Үшінші миф. Бұл қиын. Үнемі бақылап отыру қажет болады. Портфеліңізге көп уақыт жұмсаудың қажеті жоқ. Мұндағы ең бастысы бастапқы кезең. Сонымен қатар барлығы стратегияға байланысты. Тек қор нарығындағы сауда негіздерін түсінуге біраз уақыт жұмсауыңыз керек. Содан кейін ғана сіз жағдайды бағалап, портфеліңізді қайта қарап отыра бересіз. Күні-түні жаңа компаниялармен және олардың талдау әдістерін оқудың қажеті жоқ. Барлығы сіз ойлағаныңыздан да оңай. Төртінші миф. Бағалы қағаздармен сауда жасау туралы хабары жоқ адамдардың барлығы дерлік ол үшін миллиондаған ақшасы бар портфель қажет деп ойлайды. Бұл мүлдем олай емес. Акциялар нарығына шығу үшін үлкен капитал қажет емес. Бірнеше мың теңгемен бастағандар да бар. Ірі және перспективалы компаниялардың көптеген акцияларын $100 немесе одан да төмен ақшаға алуға болады. Сіз саудаға біртіндеп кіре аласыз. Мысалы, ай сайын капиталды жинау арқылы шотыңызды толтырып отырасыз. Бесінші миф. Инвестициялық қауіпті және онда тәуекел көп. Тәуекел әрқашанда және барлық жерде болады. Бірақ стратегия дұрыс құрылған жағдайда тәуекел айтарлықтай аз болады және сіз қалаған кірісті ала аласыз. Егер сіз қолайлы нарықтық құралдарды қолдансаңыз, нарық тәуекелдерін айтарлықтай төмендетуге болады. Жеке қаржы жоспарының болуы сізге қандай да бір қаржы құралының сәйкес келетін түсінуге көмектеседі. Қаржы мақсаттарыңызды жоспарлау кезінде мерзімдерді ескеру қажет. Қор нарығында жұмыс істеу үшін белгілі бір дайындық деңгейі болу керек. Биржада сатылатын қағаздарда нарықтық тәуекелдердің болуы белгілі бір білім мен дағдыларды қажет етеді. Жеке қаржы жоспарының болуы портфельде орынсыз нарықтық құралдарды пайдаланудан аулақ болуға мүмкіндік береді. Сыни тұрғыдан да ойлау білу қажет.
миллиондаған адамдар өздерінің қаржы мақсаттарына бағалы қағаздар арқылы қол жеткізіп, өз капиталын осылай сенімді сақтайды және оны көбейтеді. Бүгінге осы біздің арнамызға жылуды ұмытпаңыздар. Мұнда біз көптеген маңызды және қызық деректерді талқылаймыз. Сонымен қатар бізді әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға жазылыңыздар. Біз нарыққа күнделікті шолу жасап, инвестициялық идеялар дайындаймыз. Көріскенше.